Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Қаратал ауданы Сергей Ильич Морозов атындағы 51-ші орта мектеп гимназиясының тарих және география пәндерінің мұғалімі Сүндетбеков Нұркенже Нұркасымович. Қашықтан оқытуға оқушылар, қош келдіңіздер. 3-ші тоқсан, 1-ші сабақ, 9-ші сынып, дінтану пәні. Ал оқушылар, сабағымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Олай болса оқушылар, 1-ші слайдтан мына берілген суреттерден нені байқап тұрмыз? Әрине дұрыс айтасыңдар балалар. Құран, Мекке және мұсылмандарды байқап тұрмыз, иә? Осыған сәйкес, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы немен байланысты деп ойлайсыңдар? Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ислам дініндегі негізгі бағыттар. Сабақтың мақсаты ислам дініндегі негізгі бағыттармен танысасыңдар, ислам дінінің негізгі бағыттарын түсінесіңдер және ислам дінінің негізгі бағыттарына баға береміз. Ал енді оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын шағын ғана бейне материалға назар аударайықшы. Ислам діні біздің заманымызда 609-639 жыл аралығында шығыс пен батыс өркениетінің тоғысып жатқан араб түбегінде пайда болған. 7-ші ғасырда ислам дінінің аумағы араб түбегін қоса алғанда солтүстік Африка, Иран, Ауғанстан, Кавказ аумағы, орталық Азия мен Үндістанның солтүстігіне дейін жеткен. Мәліметтер бойынша Мұхаммедке пайғамбарлық 40 жасында қонған еді. Осы елшілік міндеті 610 жылы Рамазан айында Хира тауының басында жаратушының үкімдерін пайғамбарға Жәбірейіл періште жеткізген делінеді. Ислам дінінің 622 жылы мұсылмандар Меккеден Мединеге көшіп келгеніне дейін таралуы қарқынды күш алады. Ислам дінін ұстанушылар шамамен 2 миллиардқа жуық. Ислам діні 120-дан астам елде таралған. Әлемнің 28 елінде ресми дін болып жарияланған. Құран уахидың түскен жері мен уақытына байланысты меккелік және мединелік болып бөлінген 114 сүреден тұрады. Мұхаммед пайғамбар қайтыс болғаннан кейін Әбу Бәкір, Омар және Осман сияқты ұрпақтары ең бірінші халифтер болып есептелді. Бірақ оның соңғы ұрпағы Әлидің ұстанымы қатарластарынан өзгеше болды. Осы себептен ислам дінінің 2 бағыты пайда болды. Әбу Бәкір, Омар және Осман сунниттердің негізін қалаған. Әлем бойынша өздерін мұсылман санайтын адамдардың 90% өздерін сүннетке жатқызады. Сунниттердің негізгі құқықтық мектептері ретінде келесі 4 мазхабты атайды. Ханафи мазхабы, Шафии мазхабы, Малики мазхабы, Ханбалы мазхабы. Шииттердің негізін қалаған Али сахаб. Шия араб тілінен аударғанда жақтас, көмекші мағынасын білдіреді. Шииттер әлемдегі мұсылмандардың 10%-ға жуығын құрайды. Олардың көзқарасы бойынша Әли және оның ұрпағы қатерлерден сақталған. Олардың сөздері шариғат саналады. Олар көптеген сахабаларды Мұхаммед пайғамбардан кейін ислам дінінен қайтқан кәпір санап, сондықтан сүннеттен жеткен халистерді мойындамайды. Ислам дінінің тағы да бір ағымы ашхарилер мен матридилер. Ашхария қаламы Құран мен сүннетте келген Аллахты келу, түсу, разы болу, көтерілу және тағы басқа сипаттарын сахабалар, яғни алдыңғы 3 ғасыр адамдары қалай түсінсе, кейінгілерге солай түсіндірген. Матридилер өздерін Әбу Ханафиға еретіндер санайды. Ханафи мазхабының ұстанатын мұсылмандардың көп бөлігі Әл-Матридидің ізбасарлары болып табылады. Одан басқа ислам ағындарына исмаилиттер, сәләфилар, сопылар, құраншылар, ибадилер, харижилер және тағы да басқа кішігірім топтарға бөлінетін ағымдар жатады. Қазақ жерінде негізінен басты 2 дін бар десек болады. Олар ислам және христиандық. Ислам дінін ұстанушылар халық санының шамамен 67-70%-ын құрайтын 24 этникалық топ. 2012 жылдың басында деректерге қарағанда елімізде 1648 мұсылман діни бірлестігі, 1534 мешіт жұмыс істейді. 1200 жылдан астам уақыт исламдық дәстүрмен өмір сүріп келе жатқан қазақ елі Әбу Ханифа мазхабы мен Матруди ақидасы негізінде қалыптасты. Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақ халқына жолдауында
Біз мұсылманбыз, оның ішінде Әбу Ханафи мазхабын ұстанатын сунниттерміз деген екен. Айым Болтаев. Өте жақсы балалар. Сонымен бейне материалдан біраз мәліметтер алды деп ойлаймын. Сонымен қатар, ислам діні дүниежүзілік діндердің ішіндегі ең жас дін болып табылады. Ол біздің заманымызға дейінгі 7 ғасырда Аравия түбегін мекендеген тайпалар алғашқы қауымдық қатынастардың таптық қатынастарға көше бастаған кезде құлиеленушілік идеологиясы ретінде дүниеге келді. Тарихи деректерге сүйенсек, ислам діні Аравиядағы Хиджаз өлкесінің ең ірі қаласы Меккеде шықты. Адамзат тарихында ересен бетбұрыс жасаған Меккедегі аса беделді Құрайш тайпасының Әшім әулетінен шыққан Мұхаммед пайғамбар еді. Ислам Мұхаммед пайғамбардың нұры деп айтады. Өйткені ислам діні адамзат баласынан келген және келетін ең соңғы хақ дін. Мұхаммед Алланың соңғы елшісі деп саналады. Қазақ даласына ислам діні 7 ғасырдың басында арабтардың Орта Азияға бағындыру нәтижесінде келген болатын. Шындығын айтсақ, ислам діні Қазақстанға күштеп енгізілген жоқ. Қазақстанда сол дәуірде қалыптаса бастаған феодалдық қатынастарға ислам дінінің кері әсері болмай, қайта ол феодалдық қарым-қатынастардың жандандыра түсетініне көре білген. Феодалдық үстемдік тап иелері ислам дінінің қуана қарсы алады. Өйткені бұрыннан келе жатқан шамадан діні феодалдардың талап тілегін, мақсат мүддесін қанағаттандыра алмады. Ал ислам діні болса, халықты рухани жағынан болсын, саяси жағынан болсын, мығым ұстай алатын мемлекеттік дін болатынын дәлелдеді. Ал енді оқушылар, сіздерге бейне материалдар, сонымен қатар менің қосымша мәліметтерімді ескере келіп, тапсырмаларға көшсек балалар. Яғни бірінші тапсырмамыз кластер арқылы болады. Кластерді құрастырыңыз, әр терминге анықтама беріп өтіңіз. Бұл жерде балалар міндетті түрде бағалау критерийі менен дескрипторға назар аударуымыз қажет. Бағалау критерийлері ислам дініндегі негізгі бағыттарды анықтайды. Ал енді кластердегі тапсырма ислам дініндегі негізгі бағыттарды біз атап өтейік. Бірінші бағыт сунниттік бағыт, шииттік бағыт, суфизмдік бағыт. Ал енді оқушылар, сіздерге осы терминдерге байланысты анықтамасын табуымыз қажет. Ойлануға 3 минут уақыт берейік. Жақсы оқушылар, ондай болса, тапсырмаларды біріге отырып тексерейік. Дұрыс жауаптары суфизм, суннит бағыты және шиит бағыттары осындай көлемде. Жарайсыңдар оқушылар. Керемет орындадыңдар. Екінші тапсырмаға назар аударсақ. Екінші тапсырмада оқушылар мәтінмен жұмыс болады. Яғни, мәтінмен жұмыс жасау арқылы балалар Вен диаграммасын толтырамыз. Яғни, сіздерге мәтін берілген, осы мәтінді толық оқып шығасыздар дағы екі діннің, діни бағыттың, яғни сунниттер мен шииттердің ұқсастығы менен айырмашылығын табатын боламыз. Сіздерге ойлануға 5 минут уақыт беремін. Ал жақсы оқушылар. Сонымен тапсырма орындалды. Өте жақсы, тапсырмаларымыз дескрипторға сәйкес жасалған. Жарайсыздар. Үшінші тапсырмаға балалар назар аударайық. Яғни, үшінші тапсырмада сәйкестендірілікті тап дейді. Бұл жерде суннит пенен шиит бағытын ұстанатын мемлекеттерді біз сәйкестендіруіміз қажет. Тапсырманы орындау барысында міндетті түрде бағалау критерийі менен дескрипторға назар аударамыз. Бағалау критерийі мемлекеттік діни бағыттары бойынша анықтайды.
Яғни сіздерге екі бағана берілген. Бірінші бағанада мемлекеттер орналастырылған, екінші бағытта жаңағы ислам дінінің бағыттары орналастырылған. Яғни қай мемлекет қай бағытқа жататынын анықтауымыз қажет. Және біз оны сәйкестендіруіміз керек. Сіздерге ойлануға 2 минут уақыт береді. Өте жақсы балалар. Ал енді тапсырмамызды тексеріп көрейік. Бәріміз бірге отырып. Дайынбыз ба балалар? Жақсы. Бірінші сұраққа назар аударайық. Қазақстан қай бағытқа жатады екен? Бәріміз балалар бірге тексереміз. Жарайсыздар. Қазақстан сунниттік бағыттағы мемлекет екен. Пәкістан. Жарайсыздар оқушылар. Шиит бағытындағы ел. Сауд Аравиясы. Суннит бағытындағы ел екен. Өте жақсы. Жарайсыздар. Иран. Шиит бағытындағы мемлекет екен. Қырғызстан. Суннит бағытындағы мемлекетке жатады. Өте жақсы балалар. Жарайсыздар. Азербайжан. Шиит бағытын ұстанатын мемлекет екен. Соңғысы Түркия. Суннит бағытындағы мемлекет болып табылады. Сонымен, балалар, қосымша мәлімет қосып кететін болсақ, әлем халқының 75% суннит бағытын ұстанады. Қалған 25%-іне жуығы шиит бағытын ұстанатын елдер екен. Оның ішінде өзіміздің Қазақстанды балалар суннит бағыт екенін біз анықтап отырмыз. Жарайсыңдар. Ал енді оқушылар, сабақтың соңы рефлексия кезеңіне де жеттік. Бүгінгі рефлексиямыз балалар алма ағашы деп аталады. Бұл жерде сіздерге 3 түрлі стикер беріледі. 3 түсті, яғни қызыл түсті алма түріндегі стикерлерді. Мен бәрін түсіндім. Көңіл күйім тамаша деген түсінік. Сары алмаға мен көп нәрсені түсіндім, үйрендім, көңіл күйім жақсы деп белгілейсіздер. Жасыл алманы таңдағандаңыз мен түсінбедім, көңіл күйім әлі де болса да жоқ дегенді білдіреді. Яғни әр қайсыларының стикерлеріңізді алып алма ағашқа жабыстырасыздар. Өте жақсы балалар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Оқу тапсырмасы параграф 17 ислам дініндегі бағыттар тақырыбында шағын эссе жазып келесіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет оқушылар. Сау саламат болыңыздар.